Осылай бір мант жасайын деп керек заттарын бәрін дайындап алып, судың үстіне қамыр илеп мант жасап тастаған. Соңына дейін көріңіздер. Бір әңгіме айтып берейін енді. Енді өзім 2003 жылғым ғой, 17 жасымда келін болып түстім. 2 әпкем, жеңгем болғаннан кейін бұндай жұмыстың біреуін де істемеген меніңше. Ой, мектеп бітіре саппайға тиіп кеттік. Құрсын. Мен ештеңе білмейсің, дымды да білмейсің, іш білес деп қатырамайсың. Мен үйтіп үйрендік, жайлап. 2 абысыным бар, 2 үйретті. Енем үйретті бәрін, былай істейсің деп. Білмеген жерлерін төркінен сұрайсың ғой енді. Енді үйге қонақтар келетін болған, қайнат бұзырпа жаса деді енем. Өмірімде жасап көрмеген мен суды бірінші қайнатып алып, ет турап, содан кейін салам. Етім тас болып қалады. Жан жақтан сондап сұраймын. Олар шекер сал дейді, пияз бөліп сап қой дейді. Сонымен 1 сағат па 2 сағат па қайнаттым соны. Сонымен қонақтарым келіп еті пісті еді. Әжептәуір болып тамақ бердік. Потом енді біз қырда тұрамыз ғой, вообще сиыр сауа білмейтінмін. Сонымен енем бар кезде 7-8 сиыр сауатынбыз. Сөйтіп жолдасым екеуі патырлатып салып сөйтіп, мен біраз сауам, демалам. Сонымен бір уақытта сиыр аяғын басып кетсе бола ма? Өзі еққа баттым. Зорғадан жүрген адам аяғым сиыр басып отырып жылаймын ғой. Ана жерде ештеңе істей алмаймын, ішпелес ит алмаймын, бит алмаймын деп. Сонымен жан-жағымда жолдасым екеуі, апам мен жолдасым, үйреніп кетесің, әлі үйтесің, бүйтесің, әлі жассың деп демеу беріп, өздері үйретіп, былай істейсің деп. Қазір деген бәр жұмыстың тындырып, тиянақты істейтін болып кеткенбіз. 3 жылдық опытымыз бар. Әр қонақ келген кезде жүгіреміз енді. Ары беріп, білсек те, білмесек те істеп кете береміз қазір. Алдың келіндер сондай болады екен. Мына жерде енді құдалық жасайтын болғандықтан, типа құдалық емес енді. Атамыздың қайын жұрты келетін болғандықтан, осылай мал сойғанбыз кешке қарай. Бұтта өзіміз бауыздадық. Бұл жақта бәрін әйелдер істейді. Осындай естеліктер, бұның бәрі ертең күліп қарап отырамыз. Сау болыңыздар.